Бақытты өмір сүру үшін не нәрсені құпия сақтаған жөн? Сөздердің белгілі бір қуатты тасымалдайтыны бәріне мәлім. Сол себепті бірдеңені іске асырмас бұрын қуатыңызды бос сөзге жұмсауды қойыңыз. Қайырлы күн достар. Бека Төлеу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Кеттік! Бұл видеода ешкімге айтпау керек 7 нәрсе туралы айтып беремін. Біріншісі, рухани білім. Сіздің өз тәжірибеңізден алған сабағыңыз тек сізге тиесілі. Оны әркімге бір айтудың қажеті шамалы. Себебі бұл білім өте қымбат. Сондай-ақ сұрамаған жерде ақыл айтамын деп жағдайды ушықтырып алуыңыз да мүмкін. Екінші, болашаққа деген жоспар. Кез келген іске аспаған жоспар жай ғана жоспар болып қала береді. Өзгелерге не нәрсені қалайтыныңызды тек соған қол жеткізген кезде ғана айтыңыз. Осылайша жоспарыңыздың күл талқаны шықпайды. Үшінші, жеке оқиға. Өзіңіз туралы көп ақпаратты елге жария етпеңіз. Әсіресе жақсы танымайтын адамдарға ашылмаған жөн. Олардың сізге қалай қарайтыны белгісіз. Өзгелердің негативті ойлары сізге кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Төртінші, өсек. Өсек айтпаңыз. Біреулер туралы тексерілмеген жағымсыз ақпаратты басқаларға таратпаңыз. Бұдан барлығы жапа шегіп қалуы мүмкін. Бесінші, қайырымдылық. Кімге немен көмектескеніңізді өзгелерге айтпаңыз. Қайырымдылық жоғары бағаланатын іс-әрекет. Егер сіз әр істеген жақсылығыңыз үшін мақтана беретін болсаңыз, даңдайсып кетуіңіз ғажап емес. Алтыншы, мәселелер. Әркімге өз сәтсіздіктеріңіз жайлы баяндаудың қажеті жоқ. Ол тек сіз және сізді жақсы көретін жандар үшін қызық болуы мүмкін. Қалғандары сіздің өз жүгіңізді олардың мойындарына артып жатқаныңызға ашулануы ықтимал. Сіз мәселелеріңізді айтқан сайын олардың саны көбейе береді. Себебі сіз қуатыңызды, энергияңызды тығырықтан шығудың жолын іздеуге емес, өмірге налып отыруға жұмсайсыз. Жетінші, жеке өмір. Сіздің махаббатыңыз сіз бен сіз жақсы көретін жанның арасында қалуы керек нәрсе. Егер сізге кеңес қажет болса, өзіңізге өте жақын жанның көмегіне жүгініңіз. Басқалары махаббат хикаяңызға қызығып, қызғануы да ғажап емес. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Құрметті достар, осы видеомды соңына дейін көргендеріңізге мыңда бір рахмет. YouTube каналымызға жазылыңыздар, подписаться мәзірі арқылы лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.